Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге 2024 жылғы өзгерістер бойынша айтатын боламын. Көп балалы аналарға қандай жәрдемақы төленеді, марапаты бар күміс алқа, алтын алқа иелеріне қандай жәрдемақы өседі, және де бала 1,5 жасқа дейін қанша төлем төленеді, сонымен қатар бір жолғы бала туған кезде берілетін жәрдемақы бойынша айтатын боламыз. Бала туғанда берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы республикалық бюджет есебінен жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге төленеді. Бірінші, екінші, үшінші балаға 140.296 теңге көлемінде беріледі бір реттік. Төртінші және одан кейінгі балаларға 232.596 теңге төленеді. Бұл биылғы жылғы өскен МРП-ға байланысты көрсетілім. Ал отбасында егіз, үшем, төртем дүниеге келсе, бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы әр сәбиге жеке-жеке төленетін болады. Келесі бізде бала күтіміне байланысты төленетін жәрдемақы. Қазір бала күтіміне байланысты ай сайынғы жәрдемақы сәби 1,5 жасқа толғанға дейін төленеді. Бұл жәрдемақы балаға қарайтын және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспаған, жұмыс істемейтін әйелдер мен ерлерге тағайындалады. Бірінші балаға 21.266 теңге, екінші балаға 25.143 теңге, үшінші балаға 28.982 теңге, төртінші және одан кейінгі балаға 32.859 теңге 1,5 жасқа дейін жұмыс істемейтін ана әкеге төленіп отырады. Ал декретке дейін жұмыс істеген әйелдердің бала күтіміне байланысты алатын ай сайынғы әлеуметтік төлемі бөлек есептеледі. Оның мөлшері бала туғанға дейін соңғы 2 жылдағы орташа айлық табыстың 40%-ін құрайтын болады. Кәмелетке толмаған, яғни көп балалы отбасылар қанша алады деген сұрақ. Жәрдемақы. Кәмелетке толмаған 4 және одан көп немесе күндізгі бөлімде оқитын 23 жасқа дейінгі студент балалары бар отбасыларға мемлекет тарапынан жәрдемақы төленеді. Ол отбасының кірісіне қарамастан барлық бала көп балалы отбасыға бала санына қарай берілетін болады. 2024 жылы оның мөлшері 4 балаға 16 айлық есептік көрсеткіште 59.183 теңге, 5 балаға 73.988 теңге, 6 балаға 88.793 теңге, 7 балаға 103.598 теңге, 8 және одан көп баласы бар отбасыларға немесе 118.360 теңге және одан кейінгі әр бала үшін 4 айлық есептік көрсеткіште әр балаға 14.768 теңгеден төленіп отыратын болады. Келесі бізде марапатталған аналардың жәрдемақысы. Бұл көп балалы аналардың балаларына алатын жәрдемақыдан бөлек марапатына төленетін жәрдемақы көлемі. 2024 жылы алтын алқа немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші, екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 27.321 теңге төленетін болады. Ал күміс алқамен марапатталған аналарға 23.629 теңге жәрдемақы беріледі. Марапатталған аналарға жәрдемақы ай сайын бюджет есебінен төленетін болады. Баршаңызға ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Өте пайдалы тегін ақпараттармен бөлісемін. Мемлекеттен берілетін қайтарымсыз гранттар, несиелер, бизнес жоспар жазу қалай, ИП-ның отчеты, ИП жабу, ашу, ТУО ашу, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құжатын қалай жүргіземін деген сұрақтарыңыз болса, менің каналымнан көре аласыздар. Қазақша контентті қолдау үшін лайк басып қойсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін.